Сәлем қайырлы достар. Алдыңғы видеода тоқ жолдарына дейін барлық жерін болғанбыз. Енді сыртқы қорғаныш қораптарын, багын, орындықтарын салайық. Мына алдыңғы қорғаныш құралын барлығы орнатып болғаннан кейін барып мына тұрақтарды орнатқанымыз дұрыс. Өйткені олар содан кейін ғана бұл мына жерден келіп тұрған тоқтарға әсер етпейтін болады. Можем прокладкасы бар. Соны ұпай тағып алыңыздар.